Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің бейне жазба Қызылорда қаласында сол жақ жағалауда орналасқан жаңа заманауи оқушылар сарайы жөнінде болмақ. Оқушылар сарайы жөнінде сіздерге ақпараттар беріп өтпекпіз, және оның жасөспірімдерге қандай секциялар бар екен, қандай орталықтар бар екен сіздерге көрсетпекпіз. Жаңадан салынған оқушылар сарайы Қызылорда қаласының сол жағалауында орналасқан. Жаңа оқушылар сарайы жастардың жан-жақты дамуына арналған заманауи білім және тәрбие орталығы. Бұл жоба Қазгермұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі демеушілігімен жүзеге асырылып, 2024 жылдың 1 қазанында салтанатты түрде ашылған болатын. Жалпы нысанның ғимараттың сипаттамасын, оның ауданы 2956 шаршы метр. Қабылдайтын бала саны 350. Құрылыстың құны 2,4 миллиард теңгені құрайды. Ғимараттың ерекшеліктері техноорталық, бағдарламалау, робототехника, өнеркәсіптік дизайн сыныптары, экологиялық зертхана, жылыжайлар мен қысқы бақ, телестудия, вокал, музыкалық аспаптар және хореография кабинеттері жұмыс жасайды. Қазіргі таңда оқушылар сарайында 35 маман жұмыс істейді. 20-ға жуық үйірмеге 132 бала қатысуда. Қосымша 70-ге жуық ата-ана балалардың тіркеуге өтініш білдірген. Қараша айының соңына дейін мекемеге толып 350 балаға толады деп жоспарлануда. Жалпы жоба мақсаты оқушылар сарайы білім сапасын жақсарту, балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және олардың интеллектуалдық, шығармашылық дамуына мүмкіндік беру мақсатында салынған. Бұл жоба өңір жас өспірімдерінің жан-жақты дамуына үлкен үлес қосады деп күтілуде. Оқушылар сарайы бұл жай ғана қосымша білім беру орны емес, қоғам мен адамзат дамуына үлкен үлес қосатын стратегиялық мекеме. Оның пайдасын бірнеше бағыт бойынша сипаттауға болады. Жалпы адамзатқа пайдасы 5-ке бөліп қарастыруға болады. Жалпы біріншісі білім мен ғылымға жол ашады, екіншісі тұлғалық даму, үшіншісі қоғамдағы белсенділікті арттырады, төртіншісі қылмыстың алдын алу, бос уақытты тиімді пайдалану, бесіншісі әлеуметтік теңдікке ықпал етеді. Оқушылар сарайы жөнінде ақпаратты педагог Эльмира ханым жалғастырады. Мен есімім Эльмира, оқушылар сарайының педагог ұйымдастырушысы боламын. Оқушылар сарайы 2024 жылдың қазан айынан бастап техникалық тұрғыда ашылған, пайдалануға қараша айынан бастап берілді. Бізде бір ауысымда 350, жалпы 2 ауысымды қосқанда барлығы 700 баланы қамти аламыз. Біздің оқушылар сарайы 3 бағытта жұмыс жасайды. Көркем эстетикалық өнер бөлімі, ғылыми техникалық шығармашылық бөлімі және жаратылыстану бейінді бағыты бойынша жұмыс жасайды. Оның ішінде үйірмелерге арнайы тоқталатын болсам, жаратылыстану бағыты бойынша химия, физика, экология және биология кабинеттері бар. Одан кейін ғылыми техникалық шығармашылық бөлімінде IT саласының бағыттары, телестудия үйірмесі, бағдарламалау үйірмесі, робототехника үйірмесі, 2D, 3D модельдеу үйірмесі және дрон үйірмесі бар. Үшінші бағыт бойынша көркем эстетикалық өнер бөлімінде бізде хореография, дыбыс жазу студиясы, вокал және хор студиясы, бейнелеу өнері, үйірмесі, үй шығармашылығы кабинеті бар және өнеркәсіптік дизайн сыныбы бар. Осы үйірмелер бойынша бізде барлығы жұмыс жасайды. Оқушылар сарайының жалпы мақсаты балалардың бос уақытын тиімді пайдалану және өзінің бойындағы барлық дарын ашуға көмек беріп атсалысу және алдағы уақытта мамандық таңдауға бейімдеп алға қарай бағыт-бағдар беру болатын. Оқушылар, егер де сіздердің бойларыңызда ерекше дарын иелері бар болатын болса, талантыңыз бар болатын болса, оқушылар сарайына келіп, бізбен бірге шыңдалып, биік белестерді бағындыруға шақырамын. Жалпы түсірілім барысында оқушылар жазғы демалысқа дайындалып, қорытынды жасап, белсенді болған топтар өз марапаттарын аға өкілдерінен басшылықтан алып жатты. Көзайым болыңыздар. Және де оқушылар қорытындыласа да жазғы лагерь
арада жазғы демалыста жұмыс жасайтын болады. Жақсы қыдыруға, бақытты болуға бағыттарында дейсіздер. Мен сендерге тек қана бақытты болашақ тілеймін. Енді құрметті оқушылар, осы кеше болған 10 күн ішінде сіздер яғни көптеген оқушылар барлықтарыңызда өздеріңізді ұйымшылдық пен ынтымақтастықтың жарқын үлгісін көрсеткен үшін ең ұйымшыл топ номинациясымен Балдәурен тобы марапатталады. Дәл осындай мәтінде ең креативті топ номинациясымен Турбо жастар тобы марапатталады. Сіздерге жалпы қала тұрғындарына хабарландыру, я болмаса қосымша мәлімет болсын, тағы да қандай үйірмелер барын сіздерге атап өтейін. Робототехника үйірмесі, хореография, ағылшын тілі, телерадио студия үйірмесі, химия зертханасы, домбыра үйірмесі, бейнелеу өнері, қол өнері үйірмесі, үй шаруашылығы үйірмесі, өнеркәсіптік үйірмесі, эстрадалық вокал үйірмесі, 2D 3D графика үйірмесі, 3D модельдеу үйірмесі, дрон үйірмесі, дрон үйрену, вокал және хор студиясы үйірмесі, экология және биология зертханасы, аквапоника және гидропоника зертханасы, энергия көздерін будандастыру физика үйірмесі, автономды күн электростанциясы үйірмесі, физика туралы жаңартылған энергия зертханалары жұмыс жасайды. Білім мен ғылымға жол ашады. Балалар ерте жастан ғылым мен техникаға қызығушылық танытады. Робототехника бағдарламалау, биология, экология сияқты бағыттар болашақтың салалары. Бұл жастардың инновациялық ойлауын дамытып, ғылымға бет бұруына жағдай жасайды. Кереметтей робототехника кабинетіне көз шалып қалдық. Бұл жерде оқушылар кереметтей оқытушылардың айтуымен кереметтей бұйымдар құрастырған. Оқытушыға сөз бермекпіз. Жалпы бізден робототехника үйірмесі бар, 3D модельдеу үйірмесі бар. Қанша дегенмен екі үйірмеде бізде синхронизация жұмыс жасайды ғой. Яғни мысалы бізден робототехника үйірмесінде 3D принтерлер бар. Яғни біріншісі ол ағаш резактормен алтын, бана оюларды ағаш моншақпен жасайды. Және де 3D принтердің моншақта екі түрі бар. Яғни жидкий, яғни твердый мягкий. Яғни өзінің сұйықтығы бар. Сұйықтығы қылып болғаннан кейін ол ішінде лазермен атып қатты болады. Яғни ішіне қатқаннан кейін бұл жидкийдан өзі зат болып өнім болып шығады. Яғни мысалы қарапайым заттар мысалы осы дүниеден шыққан. Екінші бұл бағана өзінің пластмассы бар, материал краскасы пластик келетін домалақ. Сол осы жақтан құйылады. Яғни жаймендеп астынан бастап жоғары қарай құйылатын 3D принтер. Яғни бұл жақтан көріп отқан дүниелердің барлығы өздерінде осы жақта құйылған. Енді жалпы бастапқы қолданушылар үшін негізі интернетте дайын 3D модельдері бар. Ал бізде қанша дегенмен енді үйірмелер болғандықтан, мысалы 3D модельдеу үйірмесінде, мысалы көріп тұру 3D модельдеу үйірмесінде осы жақта педагогтың өзі осы 3D моделін жасап, сосын соны электронды түрде осы 3D принтерге жібереді, сосын бар осы 3D принтерде осы жақта жасап. Яғни оқушылар кез келген дүниесін бірінші 3D модельдейді. Яғни өздерінің қиялдары болсын, үйлері болсын, болмаса қандай да жасап жүрген персонаждар, дүниесі болатын болса, соны алғашқы 3D моделін электрон жасалады да, осы жерге флешпен әкеліп осы жерден шығара алады. Оқушыны тұлғалық дамуда балалар шығармашылықпен айналысып, өзін тануға мүмкіндік алады. Тұлғалық қасиеттері көшбасшылық, ынтымақтастық, жауапкершілік қалыптасады. Арманы бар бала, болашағы айқын тұлға. Қоғамдағы белсенділікті арттыру сарай жастардың басын біріктіретін орта. Бұл жерде еріктілер, қоғамдық белсенділер, өнерпаздар өсіп шығады. Олар кейін ел болашағына үлес қосатын саналы азамат болады. Қылмыстың алдын алу, бос уақытты тиімді пайдалану,
осы орталықта балалар бос уақытын пайдалы өткізіп, жаман әдеттерден алшақ болады. Мектептен кейінгі өмір мәнді әрі бағытталған бола бастайды. Әлеуметтік теңдікке ықпал етуі. Оқушылар сарайы әртүрлі әлеуметтік топтағы балаларға тегін немесе қолжетімді үйірмелер ұсынады. Бұл білімдегі теңсіздікті азайтып, дарынды балалардың ашылуына мүмкіндік береді. Біз балдарды жастайынан оқытқан сайын бұл болашаққа салынған үлкен инвестиция. Оқушылар сарайында алған білім мен дағды болашақта білікті инженер, ғалым, педагог, өнер иесі болып қалыптасуға негіз болады. Яғни, бір баланың дамуы бүкіл қоғамның алға жылжуына әсер етеді. Бір бала, бір жұлдыз демекші, оқушылар сарайы сол жұлдыздардың жарқырауына мүмкіндік беретін кеңістік болады. Бұл адамзаттың интеллектуалдық, рухани және мәдени дамуына бағытталған маңызды әлеуметтік жоба. Ғұламалар, ғалымдар мен ойшылдар жас ұрпақ оқушылар туралы терең мағыналы, тәрбиелік, мәні зор көптеген нақыл сөздер қалдырған. Міне олардың ішінен маңызды әрі әсерлілері Әбу Насыр әл-Фараби. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Ахмет Байтұрсынұлы. Бала тәрбиесі бесікте. Конфуций. Маған айтып берсең, ұмытамын, көрсетсең, есте сақтаймын, өзіме істетсең, үйренемін дейді нақыл сөздерінде. Альберт Эйнштейн. Әр бала данышпан, бірақ біз бәрінен бірдей балықша ағашқа өрмелеуді талап етсек, олар өздерін ақымақ санайды. Осымен біздің оқушылар сарайы туралы бейнежазбамыз аяқталып қалды. Егер біздің еңбегіміз, бейнежазбамыз ұнаса, бөлісіңіздер, бағалаңыздар, тіркеліңіздер. Арнамызда 500 мың оқырманға жетіп, қазақ тілді арнамызды қолдап кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Жүздескенше.